1986 жылдың желтоқсан оқиғасы талай ел алдында жүрген ұлт зиялыларының сыналған тұсы болды. Қанды қырғында Колбиннің алдында жастарды қорғап сөйлеп қана қоймай, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп ұран тастап, қаймықпай жыр жазған қазақ Жұбан Молдағалиев болатын. Бұл туралы ақынның жары Сафия Молдағалиева мынандай әңгіме айтқан еді. Ол өте қиын уақыт еді. Сол уақытта екі баламыз да студент болатын. Бірнеше күн түнде ұйықтай алмай, балконда ары-бері жүрді де қойды. Балаларына да жеке жүрмеңдер, топталып жүріңдер, қолдарыңа таяқ ұстамаңдар, ешкімді ұрушы болмаңдар деп кеңес беріп отыратын. Сосын Жыбақаңнан кейін жазушылар одағын басқарған Олжас хабарласып, Колбиннің алдында сөйлеуін өтінді. Айтатын сөздерін жазуға кешке отырған ол түнгі 2-3 кезінде жазып бітірді. Болған соң маған оқып берді. Қаттырақ кеткен сияқтысың деген менің сөзіме, бәрі дұрыс, мен ішімдегі өз ойымды, қазақтың ойын айтып тұрмын деп жауап берді. Солай Колбиннің алдында бірінші болып сөйлеп шықты. Жұбанның сары аяз көк мұзда өз ұлтының тапталған ар-намысын қорғауға шыққан ұл қыздарын қорғау жолында бас тігіп, өзінің аталы сөзін айтып өткендігі нағыз ерлік.